Біздің айналамызды қоршаған әдемі әлем табиғат. Табиғатта ағаштар, гүлдер, жануарлар, құстар және өзен-көлдер бар. Біз табиғатты өте жақсы көреміз, өйткені ол бізге таза ауа, су, жеміс-жидек пен сұлулық сыйлайды. Сондықтан оны қорғау бәріміздің міндетіміз. Табиғатты қорғау деген не? Ол қоқыс тастамау, ағаштарды сындырмау, гүлдерді жұлмау, жануарларды ренжітпеу. Егер біз орманға, өзеннің жағасына немесе саябаққа барсақ, өзімізден кейін қоқысты жинап, табиғатты таза күйінде қалдыруымыз керек. Таза табиғатта жануарлар да, адамдар да өздерін жақсы сезінеді. Сондай-ақ суды үнемдеу, жарықты артық жақпау, табиғатты қорғаудың бір бөлігі. Себебі жер бетіндегі барлық нәрсе бір-бірімен байланысты. Табиғат таза болса, біздің өміріміз де жайлы болады. Сондықтан әрқайсымыз кішкентай істер арқылы табиғатты қорғауға үлес қоса аламыз. Табиғатты қорғай білейік, оны аялайық.